Сәлем достар, бүгін шоуда Neoline компаниясының Wacom деген видеорегистратор. Бұл видеорегистратор ол жоғары сапа және де бірқатар смарт функциялары бар құрылғы. Немен ерекшеленеді? YouTube платформасына арнайы қазақша шолу дайындадық. Неге ол Neoline Wacom, неге ол деген сөз қосылған, соны бірге анықтайтын боламыз. Кеттік. Құрылғы ішінде мынадай гарантиялық бұл мечтадан сатып алғанмын. Бұл сапы бағасы 24 мың теңге тұрады. Келесі мынау құрылғы ішіндегі неді, мынау лобовый айнаға айналған жабыстыратын және соның астына қалай жабыстыруға болатыны туралы видео. Содан одан кейін кішігірім құрылғының өзінің кішігірім құрылғыны қалай орнатуға болады және құрылғының қандай да артқы ерекшеліктері бар, соның барлығы тұр. Арнайы қарайтын болсаңыздар, бұл Wi-Fi арқылы, смартфон арқылы орнатуға болады. Және бұның бейне сапасы Full HD сапасы 1060 fps, 2K 30 fps және кең бұрышы угол обзоры, яғни 140 градус. GPS мында жазылмаған, GPS координатор жазу, циклді жазба және G-сенсор. Ол G-сенсор дегеніміз соққы болғандағы жазбаны сақтау. Және автоматты басталу және тоқтау. Мынау жұмыс істейтін температурасы, яғни жұмыс істейтін температурасы ол -20 мен +65 градусқа дейін. Және температура хранения, бұл енді сақталу хранениесі. Бұның размері мынадай болады, кішігірім ғана. Және айта кететін жағдай, мұнда Neoline'ның осындай ерекшеліктері бар. Қалай қосылады, Wi-Fi-ға қалай қосылады, Wi-Fi-ға қалай желісенетіні туралы бар екен. Wacom тек жазбаға ғана емес, нақты көмекші Wi-Fi арқылы жазбаларды тікелей телефон арқылы көруге болады, телефонға сақтап алуға болады. Соққы, бұрылыс, координаты бәрі жазылады. Көбісі видеорегистратордың түнгі сапасына мән береді, өйткені Wacom бұл жағынан өте сенімді. Нөмірлер мен белгілер өте анық көрінеді. Neoline қосымша арқылы кез келген видеоны бірден жүктеп достарыңызбен бөлісе аласыз. Барлығы қарапайым әрі қолжетімді. Енді бұл камераның артықшылықтары мен қолжетімділігі туралы сөз қылайық. Жоғары сапа, бұл смарт функциялары және өте ыңғайлы қолдану. Өте көріп тұрсыздар, пішіні жөнінен өте ыңғайлы, комфортны. Мына жерге SD камерасы жалғанады, SD флешка салынады. Мына жағынан камераның, байқасаңыздар, мына жерге камераның вход-выход жаңағы нені көрсете аласыздар. Камераны тоққа жалғанады. Және мына жерден бір тер батырма арқылы мына жерде микрофонды өсіп, өшіріп, қайттан сөндіріп қосатын мүмкіншілік бар. Және де өте ыңғайлы, компактны. Сосын мына жағында міне қосылатын батырма, бұл бізде камераны қосып өшіретін батырма. Кемшіліктері, бұның жад картасында ешқандай қорапқа кірмейді, яғни оны бөлек сатып алуға тура келеді. Мына камера қорабында тек қорабында тек зарядтайтын құрылғысы бар. Болды. Басқа кей модельдерге баптау күрделі көрінуі мүмкін дейді. Және Neoline Wacom күнделікті көлік жүргізушіге арналған сенімді серік. Сол себептен сапамен және заманауи мүмкіндіктерді бағалайтындарға таптырмасы өте құрылғы. Бұның бағасы айтып кеткенде 24 мың теңге тұрады. Мен mechta.kz сайтынан алғанмын, яғни дүкеннен алғанмын. Бұның функциялары өзім қондыру оп-оңай. Мына жерде мынаны шешіп тастайсыздар, лобовойға жабыстырып қойындырасыз, ыңғайлы қылып лобовойға жабыстырып қондыра бересіздер. Бұны видеоларында тағы да көрсетіп салатын боламын. Егер түнгі режимі және күндізгі режимі қандай болады? Егер осы шолу ұнаған жағдайда каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар, достарыңызбен белгілеңіздер. Мүмкін ол кісі бұлда видеорегистратор іздеп жүрген болар. Мүмкін ол кісі де видеорегистратор іздеп жүрген болар. Сол кісілерге бөлісуді ұмытпаңыз.